Қолөнер академиясында біз 10 түрлі сәукеле жасап үйренеміз. Бір формадан біз 3 түрлі сәукеле жасап үйренеміз. Бірінші 3 жақты сәукелені толықтай 8 техникамен инемен кестелеу арқылы осы сәукелені жасап шығарамыз. Одан кейін екінші сәукелеміз жартылай матамен қаптау техникасы. Көп қыздар осы жартылай матамен қаптау техникасын біле бермейді. Сол себепті осы сабақты қосып отырмын, және де бұл жерде кестелеуде люксовый кестелеу түрлері бар, яғни кожамен обработка жасау деген сияқты. Үшінші матамен қаптау техникасы, толықтай матамен қаптау техникасы, және де люнивельді кестелеу арқылы біз осы үшінші сәукелемізді жасап шығарамыз. Яғни бұл бір формадан 3 түрлі сәукеле жасауды үйренесіздер. Одан кейін 4-ші, 5-ші сәукелеміз бізде осындай конусты сәукеленің 2 түрі кіреді. Бірінші мехпен жұмыс жасау, мехті сәукелені қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын, және де металмен қалай жұмыс жасаймыз, сол арқылы біз осындай сәукелені жасап шығарамыз. Бұл конусты бір формада 2 түрлі сәукеле жасап шығарамыз. Одан кейін 6-ші, 7-ші сәукелеміз басқа формадағы, осындай формадағы сәукелерді қалай жасаймыз, соны көрсетемін. Оның лекаласын қалай алу керек, сәукелердің каркасын қалай қатырамыз, барлығы сіздерде айтылатын болады. Және де 8-ші, 9-ші, 10-ші сәукелеміз алдағы уақытта айтатын боламын.